Жұмсақтығын 10 күн бойы сақтап тұратын осындай булочкидің сыры неде екенін білесіз бе? Мен бүгін сіздерге булочкидің сырын ашатын боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне қант қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқа және де ашытқымызды қосып, араластырасыздар. Үстіне жарты пиала сұйық май және де 1 шай қасық уксусымызды қосамыз. Бұл жерде булочкидің сыры уксусте. Үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жаңағы қалған жарты пиала сұйық майымызды қамырдың үстіне құйып, қамырымызды июі қанғанша илейміз. Және де бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң ашамыз, осылай қамырларыңыз көтеріліп әдемі болып тұрады. Енді қамырымызды дастарханға түсіріп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде әр бөлік 80 граммнан шықты. Өзіңіз қалағаныңызша форма берсеңіз болады. Мен осылай жасадым. Енді булочкилеріміздің бетін пакетпен жауып, 15 минутқа тағы көтерілуге қоямыз. 15 минуттан соң пакетін ашып, жұмыртқаның сарыуызын осылай жағып шығыңыздар. Сонда булочкилеріңіз жып-жылтыр, әдемі болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің булочкилеріміз дайын. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ас болсын!